Ассаляму алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген июльнең 10-ы салы көне. Русияда тутылган Украин сәяси мобюсләрне зиярәт этелеви буенча айтышмалар өчен Страсбург яны мейдан ала белер. Bunun hakkında UA TV kanalına Ukrayna'da insan haklarından vekiliyetlisi Lyudmila Denisova bildirdi. Onun sözlerine göre gelecek hafta o Avrupa Şurası'nın komissarı Dunya Miyatovich'nin görüşmek planlaştırdı. Onun ile Rusya'da tutulgan Ukrayn siyasi mobüslerine manasız kire bölüvge Rusya prezidenti Vladimir Putin bergen kefeletini yerine getirilmesini müzakere edecek. Може використати цю площадку, яка є в Рузина дашым Москолькованен айтышмалар yapmak için Strasburg meydanını kullanmaktır şecamız. Moskолкова сесима büsleri менім көрішуім ақында меселені алетмегенні болдурмадан айтмақ девам еті. Бұл меселенен башқа инсан оғраша тәкмен Русияда бізім сесима büslerінен көрімкенімден сон ода Украина территориясында болынған апсілерінен көріші білер. Нотада язылғаны кебе тек синхрон оларақ ве қаршылықлы оларақ. Украин саяси мобюсы Мирусин Куку Ростов тақиқат тевқифханиясынден ғайып oldu. Анда о ишғал етілген Қырымда Хизбут Тахрир тешкелетінде иштирак етуде қабатланып, қанунсыз суретте тұтылайды. Бұның ақында UA TV-ге оның адвокаты Сергей Локтев айтып берді. Оның сөзлеріне көре махкеме отырышындан бір күн әвел о имайысы алтында олған мазнунны зиярет етіп сағлық алыны білмек істейді. Ама невбетші Украин СИЗОда олмағанына білдірді. Башта о yok деп айттылар, мен адвокаты олғаныны вегерін бізде махкеме отырышы олacağını айттым. Кім қайда, не вақыт? Кебесолерге жева берілмей. Шымды СИЗОре бері адына ариза yazып, не ерде мазнун олғаныны ве не себептен мені она ебірмегенлеріні анлатмақ талап еттім. Қырым оқу қорчалайжысы Мирусин Куку 2016 сенесі февральде Русия ФСБ хадимлері ишғал етілген Қырымда күтлеві тентувлар вақтында тұтып алды. О Хизбут Тахрир деп адландырылған давасының фигуранты. Бұ тешкелят Русияда ясақ. Сонра есе ишғал етілген Қырымда кемиет кувет yolunен әлге кечірмек азырлануында қабат етілді. 2017 сенесі декабрь айында Ярымададан Ростов-на-Дону yollanıldı. İyun 26'sında doğan konunda Мирусин Куку açılıkını ilan etti. Украина қараманы Левко Лукьяненканың панихидасы бұ дақиқалары Володимирский соборында кечмекті. Мерасимны Украина православ келсесінің Киев патриархлығының башы Филарету Риет еті. Бұнда анывел Украин диссидентінен Киевде назерлер кабинетті бинасында ведалаштылар. Женазе мерасимыне достлары, зенадашлары ве ресми шахыслар келді. Олардың арасында Украина баш назері Володимир Гройсман ве омбудсмен Людмила Денисова. Украин диссиденті Байкова мезарында дефін етілежек. Левко Лукьяненко мустақылық илан етову актның муэлефі. Основные такие уроки. Менің үшін мұйым ұлған оның эсас дәріслері бұл тарихны ұнутмамақ ве оны талил етмек. Украинаны аятны севмек, өз назар нұқтаны әр вақыты майет етмек. Айны бұл ұлы фікірлер үшін оны адамлар севейді. Я перебував за селем Стусом. Василий Стуснин 18-ci камерада olğanımızda Levko komşu 19-ci камерада отырайды. Василий Стус komşu камераға қолунен көстіріп, амада инсан деп Левко Лукьяненко ақында айтайды. Уявляйте собі, людина. Тәсәввүр етіңіз. Өлімге махкем етілген инсан олы yüksекlerге көтерілді. Украина devletінің тәклінуі ақында оның акты eşitildi ve тарихи oldu. Оның etrafında daima paklıq, merhametlik ve sıdıqlıq parıldaydı. Харкив экопаркында зеречелерге капибараның 3 баласы көстерілді. Олар әнді бір айны толдырды. Бұ кемерджелер дүнияда ән балабан кемерджелер деп сайыла. Яшаған ерлері Женеби ве Меркези Америкадыр. Экопаркның яны сәкенлерінен менің зенадашларым танышылды. Капибары балалары или чугуй спорт мектебінің тәлебелері танышылмаға келді. Маша боле уфачық капибараларны илк сефер көргенні айта.
Они мне очень понравились. Мен оларны пек бегендем олар оле күліншілеве өзгүнлер. Олар бардын бір қач айванға бензей. Ныз домузуна пекоша ве кичкене домузчукларға да. Василий ярым елді вамында бұйы капибараларына бақайды. Бұ айванчықлар, онына Василий генде олған капибаралардың бірінші балалчықларыдыр. Утром Саба вальгерге жиштырмақ үчүн кірсем, оларны мегдары чоқлашқанына көрдім. Кечкене оле арупчалар. Эмді доғылғанынан башлап көзлері көрем. Фаал аят үчүн азырлар демек мүмкін. Олар үчүн эң чоқ табиат шарайетлерге безеген шарайетлер яратылды. Яны тол бермек үчүн. Светлана кележекте экопаркта дүнянын эн балабан кемерджелер ойыры олыжығына умид етем. В зоопарках, в парках. Айванат бақчаларында, вебаркларда айванларға доғру олмаған емек беру пек директор. Оларда сув баллары, от баллары деп адландырыла. Олар үшін НСС от әр вақыт тазе олмақ кере тахминге гірмазаат олып яшайлар. Бізде о қадар олғаныны істейміз, ама яны вальгертік бұ яды кележек сені япылажақ. Капибары еще совсем маленькие. Капибаралар да пек уфачех унаны чулмына бу аралардан комшусы Бразил тапиарға ешбір маниясыз караполалар. Оларны әселеттейме, ама тестедуфин көрмеп яралап ола. Унаны чуны Иван балачықларыны незарет алтында тұтмақ керек олғаныны экопарк хадимлері айтам. Украинаға шан шурет FIFA сесеті төпесіндеве тешкелят паблик рейтингі 5 елдыздан бірге тұшывы. Украинлер Халқара футбол федерациясы Facebook сефесінде иза еткен флешмобны тешкелетті. Ичтемей ағларының қоланы жылары FIFA сефесіне ән осал балларны қойып, Украинаға шан шурет популяр шәрі Хорват футболжыларына қаршы санкция көрсетуіне нечін себеп олмағанына тефсерде анлата. 150 bin kullanıcı endi teşkilatının sayfasında menfi fikirler yazdı. Iyul'nın 7'sinde futbol boyunca dünya çempionatında Rusya takımına karşı galibeden son Хорват futbolcu Domagoj Vida şahsi videosunda Ukraynaga şan şöhret şerini seslendirdi. FIFA İntizami komiteti sporçıga ihtar etti. Teşkilat onun müracaatını siyasi işareti gibi gördü. Хорват futbol birliği davalı videonun ikinci iştirakçısı Ugnen Vujović'e de ihtar etti. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамыз еді дады чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз сағылықнен қалыңыз. Көріш кенде.